Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылардан неше түрлі болады. Кәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Кәм сол талаптардан қайсының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Ләкин адам баласы, я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтқаны болмайды. Әрнешік орынсыз ба, орынды ма, бәрекелді де үшіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Аған бәрекелді десе, осы өзім менен серіктес, сырлас осылар бәрекелдідір дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр, сараңдықпен, арамдықпен, әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, итте болса малдыны сөг алмайды деп, бұл мал кәм пайда, кәм қасиет болады бойма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда. Бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл жиіркене тұғымыз. Осыған орай, біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш қос сұм атанамын деп, сол әрекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі болдамақта болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппенен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы. Мұнаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен. Осы күнде мұна бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзімен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабынды қала бер, көкіректі тым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, біліп, ұмтылған талап екенін білерсің.